Тамаша, рахмет. Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. Қайырлы кеш ханымдар мен мырзалар. Үлкен кішің кәрің бар, құда жекжат бәрің бар. Сахнаға назар салыңдар. Қадыратты жігіттің сәлемін қабыл алыңдар. Бүгінде маған артылды асабалық аманат. Қамырдан қылды суырып, қызыл тілмен қуырып, сөз саптайын саралып. Торқалы тойға келдің ба, елім-ау есен сәлемат. Мұзбалаковтар әулеті той жасап жатыр ғаламат. Той қазаққа ғасына құтты болсын жамағат. Қошеметтеріңіз соқ қойыңыздар шықанеке. Қазақтың қасиеті көзінде, ақылы сөзінде деген екен. Ұлы жүзге қолқа беріп малға қой, орта жүзге қамшы беріп дауға қой, кіші жүзге найза беріп жауға қой деген екен. 300-дің басын қосқан Абылай хан бабамыз. Сол секілді бүгінгі отырысқа баршамыздың басымызды қосып отқан орта жүздер, арқындар, қара кезектерге қошеметтеріміз қосып шоқ қойыңыздар шықанеке бәріңіз. Бәрекелді тамаша. Бүгінгі сөзімізді көп созбайық, салт түрден озбайық. Бүгінгі тойымызды таныстырудан бастайық. Бүгінгі тойымыздың егесі Қуатбек ағамыз, өзіңіз кезекті алып, осы отбасыңызды, әулетіңізді, Мұзбалақтар әулетін келіп отқан құдаларымызды орнымыздан тұрып, мойнымызды ортаға бұрып, бүгінгі тойымыздың себепшілерін Мұратбек пен Васпияны ортаға қошеметпен, жар-жармен шақырайық кәнекей. Орнымыздан тұрайық кәнекей. Бүгінгі жастарды қалсырайық. Hey, 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 hey! Рахмет, бәрекелді. Ал енді бүгінгі тойымыздың бірінші бастамасы біз сілмәсіз іс қылма деген екен. Бүгінгі тойымыздың бетін ашып беретін, 2 жасқа деген ақ батасын, ақ тілегін беретін бүгінгі тойымыздың үлкені, әулеттің үлкені Мейрамбек ағамызды ортаға қошеметпен шақырайықшы кәнекей. Мейрамбек аға, ортаға келіңіз. Мейрамбек аға ортаға. Бәрекелді. Тамаша. Ал енді Иляхи Амин деп қол жайып бүгінгі 2 жасымызға батаңызды беріп жүрсеңіз, тойымызды бастасақ кәнекей. Ассалаумағалейкум. Осы тойға келгендеріңіз құтты болсын, келгендеріңіз сау болсын. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Дастарханның байлығын берсін, дендерімізге саулық берсін. Я Алла, не берсін де қайырын берсін. Өлге иман, бірге береке берсін. Осы 2 жас бақытты болсын, дендері сау болсын, босағала берік болсын. Әрдайым ойлаған мақсаттарың жете берсін. Тек қана осы дастарханымыз тек қана жақсылыққа жайылсын. Мен айтқаныңыз келсін. Бүгінгі осы тілектеріңіз періштенің құлағына шалмай берсін. Ал енді осы бүгінгі осындай ақ батамен бүгінгі 2 жасымызды той төріне қошеметпен шығарып салайық кәнекей. Ортаға қошемет! Естелікке бәріміз бір суретке солайық. Қуатбек аға келсеңіз ортаға, бәріміз естелікке бір суретке солайық. Ары қарай орнымызға жақсы көңіл күймен жайғасайық ағайын, кәнекей. Орнымызға билеп жайғасайық. Салт дәстүріміздің қонақ жайлылығы, бүгінгі тойымыздың бірінші дастарханының бірінші асы ортаға 5 бармақты кәнекей. Күймен, қошеметпен қарсылайық кәнекей. Бірінші тағамымыз. اللهم اغفر لي ولوالدي وللصالحين والجميع والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والذين من كل واد ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري برحمتك يا رب. Amin, Allahu Ekber, айтқаныңыз келсін. Ал енді біз сіздерден жақсы көңіл күй болсын, ойын ойнайық. Қазір ортаға кино қойылады. Киноның атауын тапқан адам ортаға билеп, ойыншықтарын, призлерін алып келсін кәнекей. Бәріміз атсалысып отырайық. Бірінші кино. Техникалық ақауымыз. Қандай кино?
немерелеріңізге бересіз. Қандай кино? Қошеметтеріңіз соқтыңыздар, қыш бүйек әкеліп. Ал енді, қандай? Келесі кино. Қандай кино? Келіңіз, ордаға бейнеп келіңіз шығайын. Сияқты атсал содан шыққан екен. Бәріміз билеп келіңіз. Ендігі кино, қандай кино? Можно вас? Вперед! Вот это второе! Вот так! Мужики! Все! Отводите вперед! Большое спасибо. Вот так, давайте все вместе, веселей. Следующее кино. Қандай кино? Ойыңызға жаңа сөріңіз сәлшет қойып, сүртіп аласыз. Ағама риза болдым. Кішкентай шәйнек тез қайнайды деген екен. Мен ойлаған бір ағам қазір бір келіп. Ладно, все. Спасибо. Деп кетем адасым жіберді ғой. Қошемет деген сый құрметімізбен, қошеметімізбен бүгінгі тойымызды өте жоғары позитивте өткізіп жатырмыз. Мен оған бөтен адам емеспін. Мұратбек қой негізі есімі. Бірақ мен мұзбалақ деп үйреніп қалғам. Оның палчанымын ғой мен. Бірге служит еткенбіз. Екеуміз койкалас кроватта жатқанбыз. Көршім. Сондықтан мені бөтенсінбеңіздер. Өз-өздеріңіздің балдарыңыз ретінде қабылдай беріңіздер. Кезінде бір үлкен бір қызметкер болған екен. Осындай мұзбалақ секілді. Мұзбалақ молодец қызметкер ғой. Сол секілді қызметкер болған екен. Алматыдан Нұр-Сұлтанға келіпті. Сөйтсе оны бір кедей досы, орташа біз секілді тұратын, және де бір бай досы күтіп алыпты пойыздан. Сөйтіп пойыздан күтіп алып, кедей досы бізбен жасты орта досы үйіне қонаққа шақырыпты. Кел біздің үйге қонақ бол, тамақ ішіп кел, бір дәмімізді татып кет депті. Үйіне қоймай шақырып алыпты. Үйіне келіп тамағын бүкіл, тамағын макарон, гречкасын араластырып, плов қылып беріп жатыр екен. Сөйтсе қасында бай досы бір адамдай, бір қонақтай қасында жүріпті. Бірақ ләм деп бір ауыз ашпапты. Жүр біздің үйге қонақ бол деп айтпапты. Сонымен жаңағы тамағын ішіп алғаннан кейін орташа досы қонып кет, аунап кет, ертең өзіміз пойызға шығарып саламыз депті. Сонымен көндіріп, қондырыпты, ертесіне пойызға шығарып салыпты. Сол кезде жаңағы бай досы бір адамдай, бір қонақтай қасында қонып, қасында жүріпті. Сол кезде жаңағы іскер досы, қалтасына 10 000 теңгені алып, бай досына беріпті. Сол кезде мына жеке тыңдайықшы кәнекей, бай досына беріпті. Сол кезде жаңа әріптес айтқан ғой, неге бай досына бердің? Одан да орташа досына беру керек еді ғой десе, ол айтады. Ол орташа досымның жүрегі таза, кеңпейіл, ақжақын. Бұған Алланың өзі береді деген екен. Ал мынаған мен берейін деп 10 000 теңгені берген екен ағайын. Байды да бай демеңіз,
Оған да бір зат жетпейді. Кедей демеңіз, мәңгі бақи олай өтпейді. Сабыр ет, бауырым, сабыр ет. Алланың өзі бәрін реттейді деген екен. Байып кетсең байлыққа көп құнықпа, жүректегі иманыңды суытпа. Ей бауырым, сол байлықты екеуден. Подвое. О! Сразу поняли, да? Ал енді, осылай. Ой, сіз ол құшақтамаңыз. Сіз біреуден құшақтамаңыз. Ал. Все, поняли, да? Это репетиция. Кетті, ары қарай. Маэстро, по кругу. И... Ай! Орламаңдар. Мама! На емейтін адам бар ма? При чем анау? Может, жүрді ғой? Ё-моё! Кто здесь лишний? Все бар, он не даешь, да? А, лишний? О, ты лишний! Подожди, я тебе резинка дам. Подожди. Вот, на. Давай, орындарға жайғасайын. Ал, кетті.